Сондықтан да егер де маған шынымен де оған дейін келіп жатқан үміткерлердің бірімен ұзақ уақыт араласып жұп болып кетіп жатқан болғанда бұндай жағдайға жетпейтін деп ойлаймын. Совет заманының бір киносы бар ғой, мен кінәлі емеспін, өзі келді дейді. Не виновата я, он сам пришел. Жарайды енді, көреміз қалай болса да. Үміткерді ортаға шақырайық, танысайық. Есіміңіз Бақытжан емес пе? Алпамыс. Алпамыс. Керемет. Мәди қателестің осы жолы. Алпамыс екен есімі. Жасыңыз қаншада? 21-де. 21-де. Неге Әсияны таңдадыңыз? Әсияны неге таңдадыңыз дейсіз ба? Әсияны таңдаған себебім, Әсияда өзі де бір ерекше бір қазақша, қазақи бір қыздың мінезі бар. Сол себепті жалпы. Керемет. Қай жерден боласыз? Негізі туған жерім Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы. Неге Алматыда тұрамын. Алматыда тұрасыз? Жас кезімнен бері. Өнерге қатыс бар ма? Өнерге қатысым жоқ. Жоқ. Мамандығыңыз? Мамандығым жоқ. Әскерден келдім жақында. Оқуға енді тапсырамын. Керемет. Азаматтық борышыңызды өтепсіз, құттықтаймын. Осы азаматтық борышымды өтеп келдім. Әрбір ер азаматтың міндеті деп санаймын оны. Біз естімей жатырмыз, қайталасаңыз. Әрбір ер азаматтың міндеті деп санаймын. Дұрыс айтасыз. Ер азаматтың міндеті. Міндетіңізді өтепсіз, ендеше сәттілік тілеймін сізге. Әсия, сұрақты өзің қой. Алпамыс, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй керемет жалпы. Мен де құттықтаймын шын көңілмен. Әскерден келгеніңізге борыш аттап, азаматтық борышыңызды өтеп. Руыңыз қандай болады? Руым Қоңырат. Қоңыраттың ішінде? Жеңбет. Жақсы. Өзіңіз қазір әскерден келдім деп отырсыз. Жоғарғы оқу орнын оқығансыз ба? Ау? Жоғарғы оқу орнына түстіңіз бе, оқып жатсыз? Жоғарғы оқу орнына енді түсіп отыр. Енді тапсырдыңыз ба? Уақыт болған жоқ. Осы алдағы оқу жылы ма? Алдағы келе. Қызық екен. Мен жасым 23 екенде хабарыңыз бар ғой? Бар. Жақсы. Эфирді көріп атқаныңызға қанша уақыт болды сонда? Негізі көп көрмеймін, 3-4 рет көргем. Тек сіздің қатысуыңызбен. Сіз қатысқан эфирлерді ғана көргем. Жалпы бәрін емес негізі. Бұл эфирге келуге не түрткі болды? Отбасыңыз ба, достарыңыз ба, әлде өзіңіз шешіп келдіңіз бе? Отбасыңыз болғанда жан-жақтан оның қайсы екен нүкте қойып айтпай қойын. Айтыңыз, жақсы. Бәрі де бар дейді ғой. Бәрі бар ғой. Бастысы үйленуге дайынсыз ғой, е? Үйленуге осы жарты жыл көлемінде жаз келсін. Міне, нағыз өзіне не керектігін жақсы білетін азамат келіп отыр. Және де қатысушылар айтты ғой, жас ол тек қана сан, ой өрісі, менің ойымша өз жасынан әлдеқайда озып кеткен жігіт сияқты. Шымылдық ашыла ма жоқ па, сырласу